Саламатсыздар қыздар. Енді абайка шапаны келді. Осыны қысқартамыз. Міне ешқандай астары жоқ. Мына жерде отрезі бар. Готовый түрі осындай болу керек. Міне осыншама алып тастау керек. Осылай сызып алдым, міне. И 2 сантиметр тігіске қалдырдым. Мынау отрезін мына жерге шейін көтеру керек. Қазір осыны бірінші қырқып аламыз. 2 сантиметр қалдырып, одан кейін ажырлықтап тігеміз. Енді осыны оберлоктаймыз и қайырып тігеміз. Міне оберлоктаймыз. Міне оберлоктадым. Енді қайырып тігем, бірақ бірінші мынау отрезін істеу керек, мына жерге шейін ашу керек. Мынау алдында тігісін сөгіп алып тастаймыз. Міне мынау отрезді ұзарту үшін бірінші оның тігісін сөгіп аламыз да, одан кейін тігеміз. Қараңыздар, мына жерге дейін сөктім. Енді мынау оберлогы осылай аза қайырылған екен. Енді осыны осы жерге шейін сөгемін, оберлогында. И тігісті мына жақтан аламын. Сәл 1 сантиметр тігіс алармыз. Амал жоқ, осылай жасау керек. Әйтпесе отрезі кішкентай болып тұрады. Міне қыздар, сөктім. Енді осы жерін оберлоктаймын, одан кейін үстінен осылай басып тігем. Сонда біздің мынандай отрез шығады. Так, міне қыздар, 1 сантиметр, міне, көрініп тұр ма, шоғы осылай тіктім. Енді міне, сонда бізде бұлай қайырып тігуге орын қалды. Әйтпесе бағана орын жоқ еді. Енді үстіп 1 сантиметр қайырып тігеміз. Міне қыздар, осылай тігілді. Мына жағын маңдаймын. Енді осыны жақсылап үтіктейміз. Міне етек жағы. Жақсылап үтіктеп, одан кейін етегін осылай қайырып, 2 сантиметр қайырып тігетін боламыз. Міне үтіктедім, енді сызған бойынша осылай тігеміз. Міне қыздар, осымен абайкамызды қысқарттық. Міне жері осындай болды. Мына жері осындай. Үтіктейміз жақсылап. Сонымен дайын. Осылай қысқарта бересіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.